журналистер оның ізінде болады. Бұл танымалдылық оған ұнай бастайды. Одан кейін Эми сұхбаттасу кешін ұйымдастырады. Журналистердің ортасында болу оған ұнап қалады. Бұл танымалдылық Эмиге ұнайды, және ол өзінің үйіне сұхбаттасуға журналистерді шақырады. Олар келгенін айтуға кірген Нейкке сыйлық қорабын ұсынады. Нейк ашып қарап, ол жеткілікті анықтайтын тез екенін көріп, және бұл баланы тән алмайтындығын айтады. Ал Эми болса, қалай да болмасын айтқанын қылғызатынын айтады. Бүкіл халықтың алдында, теледидардың алдында Эмидің аяғы ауыр екенін айтады. Бүкіл жұрт оларды құттықтап жатады. Эми болса өзінің күйеуінің айтқанынан енді шыға алмайтынын біліп қуанады. Сізге бұл шоу ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.